Хайырлы күн достар. Бүгін осындай ресторандағындай қылып үйден қазан кебап жасап көрсететін боламыз. Бізге ол үшін көп те зат керек емес. Бар болғаны картоп, пияз, ет болса болды. Алдымен осылай қызып тұрған майымызға 82% сары майымызды салып қыздырамыз. Ол картоптың сырты қара болып, әдемі болып шығу үшін осылай картоптарымыздың барлығын үйіңіздегі адам санына қарай қоса берсеңіздер болады. Мен 10 шақты картоп салдым. Осылайынан қызартып қуырып аламыз. Сол картоп қуырған майға етімізді де қызартып қуырып аламыз. Шамалы қызарғаннан кейін оны сүзіп алып, қазанымызды жуып, ішіне басқа май құямыз. Ішінен басқа май құйып, етімізді салып қуырамыз. Осылайынан етіміздің барлығын салып қуырып аламыз. Үстіне пияз қосамыз. Чеснок қосаңыздар да болады, дәміне қарай. Мен онша қоспадым, мен пияз ғана қостым. Осылайынан араластырып тұрып қуырамыз. Не осылай жуамызды қосып, тағы да араластырып аламыз. 2 шай қасық тұз салдым. Менің етім тұздалған. Сіздердің еттеріңіз тұздалмаған болса, одан көптеу салсаңыздар болады. Салсаңыздар емес, салу керек, өйткені етке тұз сіңбей қалады. Осылайынан әбден қуырып алдым да үстіне соя құйдым. Соя етке жұмсақ болу үшін мен 1 ас қасықтай соя құйдым. Осылайынан әбден араластырып алдым да үстіне 2,5 кружка су құйдым. Етім батып тұрса болды. Сол батып етім сосы суда әбден қайнайды. Піскенше 1 сағаттай примерно мен қайнаттым. Осылайынан әбден қайнағаннан етім жұмсарғаннан кейін үстіне картопымды салып, тоже тағы жарты сағат отқа қойып қойдым. Осылайынан әдемі болып дайын болады. Өздеріңіз сәндігіне қарай укроп қоса берсеңіздер болады. Бетіне мен жуа қостым. Ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ас болсын. Жасап көріңіздер, міндетті түрде өте дәмді болып шығады. Үйдегілердің барлығына өте қатты ұнайды және тойымды тамақ болады. Bir жел соқса байдаладан шарпылып өне бойға, бал сезім бағыштап аймалаған бағым-ау менде бойда. Даламның еркесі елік мүсін іздеген жанашыр жан, толқыған көңлімді келіп түсін толқындай hala сұрған. Киелі махаббат тал бесігі тербетсін бізді жаным, жүректе жатталып мәңгесімі арналар әсем әнім. Аймала шаның мен шанарыңмен арайлы шапағатым, өзіңнен бір бақыт табармын мен, ау менің махаббатым. Өзіңнен бір бақыт табармын